Сәлем баршаңызға, сіздермен бірге ағылшын тілі маманы Маржан. Бірақ бүгінгі видео ағылшын тілінен сәл алшақтау болады. Жалпы бұл видео мұғалімдерге, репетиторларға, онлайн салаға көшкісі келіп жүрген барлық мамандарға арналады. Тақырыпты көргендеріңіздей, онлайн мамандарға, онлайн мұғалімдерге арналған 5 қосымша деп аталады. Соңғы жылдары әлемдегі жағдайға байланысты барлығымыз амалдың жоқтығынан онлайн көшуге мәжбүр болдық. Біз үшін үлкен бір өзгеріс тәжірибе болды, қиналып жаттық, үйрене алмай жаттық, онлайн нәтижесіз деп те жаттық. Бірақ көптеген мамандар осы саладан үлкен мүмкіндіктер көріп, өздерінің кәсіптерін дөңгелетіп те әкетті. Бұл нишада, бұл бағытта әлі де орын бар, бола бермек. Сол себепті егер де сіз осы онлайн формат жайында ойланып жүрсеңіз, онда сізге ең бірінші әлеуметтік желінің қыр-сырын білуден, үйренуден бастаған жөн. Осы тұста блог жүргізуден бірнеше жылдық тәжірибесі бар маман ретінде мен өзімнің сүйікті қолданатын 5 қосымшамен бөліспекпін. Ең алдымен өзімнің блог жүргізудегі тәжірибеме қысқаша тоқтала кететін болсам, ең алғаш 2017 жылдары декреттік демалыста отырған кезде, орысша айтқанда мамский блог жүргізіп бастаған кезім болатын. Одан соң 2018 жылдары бьюти блогқа көштім. Қыз келіншектерге арналған бет күніне байланысты кеңестер, түрлі үй жағдайында жасалатын маска жайында айтып, видео түсіріп, өз кеңестерімен бөлісетінмін. Бұл кезде менің охватымның шарқырап тұрған кезі болатын. Блогерге қажетті лайк, комментарий, просмотр деген нәрселердің бәрінің статистикасы өте жоғары деңгейде болатын. Одан соң отбасылық белгілі бір себептерге байланысты менің блогым тоқтап қалды. Бірақ соңғы 2 жылдары менің блогымның нишасы өзгерді. Өзімнің мамандығым бойынша, өзімнің дипломым, білімім бойынша ағылшын тілін үйретуге арнап жүргізіп жүрмін қазіргі таңда. Ал егер сіз әлде менің инстаграмыма жазылмаған болсаңыз, мен бұл жерге өзімнің логинімді қалдырып қоямын. Яғни менің айтпағым, менің копирайтинг, SMM саласындағы тәжірибем бар, және мен сіздерге сенімді түрде өзімнің білгенімен бөлісе аламын демекпін. Тіпті бұл тақырыпқа байланысты менің инстаграм парақшамда пост та бар, бірақ ютубтағы көрермендермен де бөлісіп кетуді жөн көріп отырмын. Сонымен топ 5-тегі ең алғашқы қосымша бізде бұл InShot деп айтар едім. Бұл деген менің ең сүйікті қосымшаларымның бірі, яғни видео монтаждайтын қосымша. Мен өзімнің посттарымдағы, стористарымдағы, тіпті ютубтағы барлық видеоларды осы InShot арқылы монтаждаймын. Бұл қосымшаның ең бір плюсы ол өте қарапайым, түсінікті, қолдануға оңай және тегін. Қазіргі заманда байқап жүрсеңіздер, фото контентке қарағанда видео контент көбінесе өтімдірек. Барлығы видео көргенді ұнатады. Сол себепті, егер де сіз блог жүргізу ойыңызда болса, осы InShotқа және видео контентқа көңіл бөліңіз деп айтқым келеді. Әрине, видео өңдеуге арналған InShot'тан басқа iMovie, Movavi, Viva Video сияқты түрлі қосымшалар бар, бірақ ең ыңғайлысы осы InShot деп айтар едім. Қолданып көрсеңіздер, еш өкінбейсіздер. Менің сүйікті қосымшаларымның екіншісі бұл Pinterest. Pinterest деген қосымшада сіздер сториске, актуальный сторис деп айтады. Жалпы посттарыңызға обложкалар, шаблондар, фондар, барлығын осы жерден таба аласыз. Тіпті өздеріңіздің сабақтарыңызға, мысалы ағылшын тілі сабағынан материалдарды да осы Pinterest'тен табуға болады. Кез келген тақырыпта материал іздесеңіз, цитата болсын, мотивациялық сөздер болсын, барлығын осы Pinterest қосымшасынан таба аласыз. Менің 5-тігімдегі 3-ші қосымша ол превью қосымшасы. Қазіргі кезде визуал тақырып өте маңызды. Бұрынғыдай сапасыз суреттер, бір-біріне үйлеспейтін түстер, көз тартпай жатады. Аудитория сіздің парақшаңызға кіргенде 5 секундта сіз оның жанарын ұстап қалу керексіз. Бұл жерде ең маңызды бірінші рөлді атқаратын ол әрине визуал, яғни сіздің парақшаңыздың көрінісі. Осы превью қосымшасында сіз түстердің үйлесімін, қай суреттен кейін қай сурет тұру керек, қай суретпен қай түс үйлеседі, соның барлығын осы превьюда алдын ала көріп, алдын ала реттеп алып, содан кейін барып инстаграмға жүктей аласыз. Мен бұл превью қосымшасын бұрыннан білгеніммен тек соңғы кездері ғана қолдана бастадым.
Сол арқылы қазіргі кездегі менің парақшамның визуалы өзімнің көңілімнен шығып жатыр. Сіздердің ойларыңызша қалай? Ұнаса, егер комментарийға пікір білдіріп кетіңіздер. Келесі қосымша бізде Lightroom суретті өңдеуге арналған қосымшасы. Бұл қосымшада Lightroomда, яғни сіздер суреттер жарық қылдырып, түсін қанық қылдырып, немесе пресеттер қойып, барлық суреттеріңізді бірдей стильде жасауға болады. Бірақ соңғы кезде бірдей стильдегі пресеттерді пайдалану сәнді емес, трендте емес деп жатыр. Сонда да мен кейбір сәтсіз шығып қалған суреттерді, қараңғы болып қалған тұстарын ағартып, қанық қылдырып, осы бағдарламада өңдеймін. Және бүгінгі бестіктегі ең соңғы қосымша ол бізде Canva деп аталады. Бұл қосымша сіздер рекламалық баннерлар, обложкалар жасай аласыздар. Менің осы YouTube'дағы видеоларымның обложкасының көбі Canva'да жасалған. Кейбір жарнамалық посттарды, жарнамалық баннерларды, сториске де мен осы Canva бағдарламасында жасаймын. Кіріп көрсеңіздер, Canva бағдарламасының мүмкіндіктері шексіз деуге болады. Ол жақта дипломдар, сертификаттар жасауға да болады, кітапшалар жасауға да болады. Қосымшаға кіріп, зерттеп, бақылап көрсеңіз болады. Өзімнің блог жүргізуде күнделікті қолданатын топ 5 қосымшамен сіздермен бөлістім. Осымен видео соңына келіп жетті. Видео сіздерге пайдалы болады деп сенемін. Қосымша сұрақтарыңыз болса, пікірге қалдырсаңыздар болады. Және де осы тақырыпта онлайн форматқа көшу, блог жүргізу, инстаграмның қыр-сыры жайында көбірек білгіңіз келсе, міндетті түрде лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, қолдап кетуді ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше сау болыңыз.